Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен өте дәмді түрік халқының питесін дайындаймыз. Жылы сүт, жылы су, сахар және де ашытқы салып араластырып 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін жұмыртқа, 2 ас қасық еріген сары май, 4 ас қасық сұйық май және де тұз салып жақсылап араластырамыз. Ұнды ситодан өткізіп жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз 2 есе ұлғайғанша бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Начинкасының фаршпен емес етпен болған маған ұнайды, өте майдалап тураймыз етті. Жасыл бұрыш, қызыл бұрыш, помидор, чеснок, сұйық май қосамыз. Және де дәміне қарай тұз, бұрыш, қызыл паприка қосып жақсылап араластырамыз. Начинкамыз осымен дайын. Қамырымыз көтерілгеннен кейін оны 4 бөлікке бөлеміз. Яғни бізде 4 орташа пиде болады. Лодочка сияқты қылып жаямыз. Жайып болған соң сразу противеньге салып, шетін видеода көрсетілгендей қайырамыз. Егер де пешке салғаннан кейін 5 минуттан кейін шеті ашылып жатса, сол кезде үстінен кішкене вилкамен басып шығыңыздар. Начинканы жұқалап жайып шығамыз. Шетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Піскеннен кейін шетіне сары май жағып шығыңыздар, жылтырап әдемі болып көрініп тұрады. Ыстықтай жеген дұрыс. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік бере аламын. Сіздермен болған Ұлжан Атабайқызы. Назарларыңызға рахмет.